Әр ұстаз тәрбиелеген шәкіртінің өзінен озғанын қалайды. Өйткені ол еңбегінің жанғаны, бірлесіп төккен маңдай тердің ақталғаны. Сондай білекті ұстаздардың бірі дзюдо күресінен Рио олимпиадасының күміс жүлдегері, әлем чемпионы Елдос Сметовтың. Жастар арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері Азиз Қалқаманұлының жеке бапкері Ғалымжан Жылгелдиев. Самбодан әлем чемпионатының күміс және қола жүлдегері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы, білек пен жүрек спорттық бағдарламасының бүгінгі бас кейіпкері. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы тойланып жатқан тұста дзюдодан Қазақстан ұлттық құрамасының қыз жігіттерін Талғар маңында орналасқан Аиба базасынан таптық. Жай жұрт мерекелеп жатқанда еліміздің маңдайалды татами шеберлері қызу жаттығуға кірісіп кетіпті. Елдосты ел мақтанышын тәрбиелеп шығарған ұлағатты ұстаз да қазір ұлттық құрама жаттықтырушысы. Біз енді спорт саласында жүргеннен кейін бізде енді демалыс жоқ. Мына бүгінгі қазіргі жаттығудың өзі татамидің үстінде жаттығу өтіп жатыр. Бұл кешкі жаттығу. Бұның алдында сағат 10-дағы азанғы таңғы жаттығуымыз болған. Бүгін тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған жаттығу мейрамға қарсы бүгінгі мейрам жаттығу өтуде. Бас бапкер Ермек Иманбеков бастаған жаттықтырушылар құрамы шәкірттерінің әр әдіс айласын жіті қадағалап, ақыл кеңестерін аямауда. 2016 жылдағы соңғы оқу жаттығу жиыны болғандықтан ұстаздардың да, спортшылардың да көңіл күйлері көтеріңкі екені көрініп тұр. Арасында жарасымды әзіл қалжыңдары да жоқ емес. Мына біздің бапкерлер деген енді мына 2016 олимпиадасына өте жақсы дайындалды деп ойлаймыз. Иншалла мына өзіміздің бауырымыз Сметов Елдос олимпиада ойындарында қазақтың қоржынынан дзюдо күресінен күміс жүлде әкеп берді. Ол да бір Алланың берген бір бағы, әке-шешесінің дұғасы, мына өзінің жаттықтырушысының еңбегі деп ойлаймыз енді. Дзюдо күресінің ұжымы өте жақсы. Кезінде көрші Қырғызстан атынан Сидней олимпиадасының қола жүлдесін алып келген Айдын Смағұлов Ғалымжан Жылгелдиевтің бапкерлік қырын былай білдірді. Елдос және салмағын біліп келе жатыр. Ғалымжан ағамыз сөйлесіп тұрсақ, Елдос айтады, салмағым қанша дейді. Сонда балаға қарап тұрып, сен салмағың осындай деген кезде, сонда разница 300 грамм болыпты. Сонда бала қуанып кетеді, тренерім дегенмен мені көріп тұр екен ғой деп. Сондай сенім бала мен спортшының ортасындағы ол үлкен сенім. Ұлттық құрамада көп жылдан бері жаттықтырушы болып келе жатқан аға буын өкілдері де Ғалымжан ұстаз туралы өз лебіздерін айтып қалды. Ғалымжан я давно знаю, еще когда он был старшим тренером по юношам. У него там, когда работал, хорошо работал с юношеской сборной. Елдос, он является личным тренером Елдоса Сметова. Да, Галымжан как переехал в Алмату, как он начинал с юношей, старшим тренером. Близко общаемся. Помню, как он работал в интернате на Шевченко-Байзакова. Оттуда все ребята у него и пошли. Потом они перешли в молодежь, с молодежной сборной уже попали к нам в национальную сборную, уже взрослую команду. Ұлттық құрамадағы ардагер дзюдошылардың бірі 2013 жылы Риода өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Азамат Мұханов. Жаттығуға құлшына кіріскен Азамат жас әріптестерінің қарымын байқап, бай тәжірибесімен бөлісуде. Осы орайда Ғалымжан ағасына алғысын білдіруді де ұмытпады. Ғалымжан ағайды енді ес білгелі осы дзюдоға келгелі біліп келе жатырмыз. Ол кісінің Елдосқа деген, бізге деген көмегі өте зор деп айтуға болады. Жаңа жаттығу залында да арқадан асырып лақтыру деген әдістер бар. Жаңа бучок дейді. Сондай әдістерді өте жақсы меңгерген. Енді айта кетсек, жаңағы Алматы облысында Аманбөктер деген ауыл бар. Сол ауылға жылда жазда бізді Ғалымжан ағай жетекші болып алып барып, осы әлем чемпионаттарының алдында, олимпиаданың алдында, Азия ойындарының алдында сол жаққа барып 10 күндік оқу жаттығу жиындарын өткізіп жүр. 2016 жылғы соңғы оқу жаттығу жиынына Елдос Сметов біршама үзілістен кейін қатысып отырғандықтан әлі спорттық бабына толық келмепті. Әрине, Рио олимпиадасының күміс жүлдегерінің қалың қазағы қандай қошеметпен құшақ жайып қарсы алғанын бәріміз жақсы білеміз. Бірақ ол туралы кейінірек кеңінен тоқталамыз. Біраз демалып, емделіп, ауыратын жерлерде кішкене жарақаттар бар еді, кішкентай. Соларды емдеп, енді кірісіп жатырмыз жұмысқа. Көңіл күй өте керемет. Әрине бастамасы сәл қиындау болады. Бұл баяғыдан солай спорттың заңы ғой.
сәл демалып қалғаннан кейін кішкене өз бабыма кіріп кету қиындау болып жатыр. Бірақ Елдос желтоқсан айының басында Алматыда жалауын көтерген командалық конфедерация кубогінде 66 келіде белдесіп, Жамбыл облысы дзюдошыларының жеңіске жетуіне сүбелі үлесін қосты. Қазақстан арасында бәсеке болғаннан кейін бұл бір қызық болып өтті да, өйткені ол спортқа деген махаббатты оятатын, жаңағыдай жас балдардың спортқа деген қызығушылықтарын оятатын жарыс болды. Өте керемет жарыс болды. Маған өте қатты ұнады, қатысқаныма ешқашан өкінген емеспін, өкінбеймін де. Расында Елдос Сметовтай жұлдызды шәкіртті тәрбиелеп шығару қатардағы жаттықтырушының қолынан келмейтін шаруа. Мұндай нәтижеге тек өз ісінің нағыз фанаттары ғана жете алады. Қазіргі таңда туған мекені Тараз қаласында ата-анасы отбасымен жаңа салып бітірген зәулім үйде тұрып жатқан Ғалымжан бапкер жақын туыстары, достары, сыйлас әріптестерінің басын қосты. Ақ дастархан басында әңгіме дүкен құрысып, атақты бапкердің осыған дейінгі өмір жолымен, балалығымен таныстық. Ол бойы кішкентай етін өзі өте нәзік, бойы кішкентай, салмағы өте аз, сондай бала болды өзі. Сабақта ударник болып оқитын, өзі жақсы оқитын сабаққа келгенде. Ешкімді не алмайтын, ол ренжітіп, айқайлап, ұрысы деген жоқ. Үндемей барып өзі сабағын оқып келеді, тренировкасына барады. Барлығын оқыпты, сондай жүретін өзі. Қаршадай Ғалымжан өте жылдам әрі шамдағай болып өсті. Соны байқаған әкесі Жамбылбек Ақсақал туыстарының кеңесімен оны самбо күресіне беруді жөн көріпті. Бұл енді Мырзабай деген жездесі бар еді. Мен жаңағы институтта істеймін, институттың көй мұғалімдарын, елдің балаларын бәрін жинап алам. Содан осы Ғалымжан деген бір менің балам бар еді, қайным соны алып келейін деді. Алып келіп, қасынан 20 килограммға жетпей, сол енді 6-7 жаста ғой енді. Содан ал мақұл дедік, қабылдап, содан енді кішкентай жүре берсі шығады дейді. Сонымен ол кісі кейін етіп қалды, содан кейін Ғалымжан содан бастады. Еңбекқор. Кілемнің үстінде балдар көп. Менің алдын бұрыннан келген балдар, олардың бәрі аунап, секіріп, бірнеше түр бір аунап, секіретін бір жаттығулар жасап жатырды. Мен қарап, солар түсінбей жатырмын. Себебі біз енді біздікіне жай алға қарай аунаймыз, артқа қарай аунаймыз. Әрине көшеде доп қуып көгалда алысып жүрген кішкентай Ғалымжанға бұндағы көрініс алғашында тосын болды. Бірақ қағылездігінің арқасында сол көп баланың ішіне лезде сіңісіп кетті. Бәрін қағы болады, прием көрсесің бе, қағы болады. Соны мен айтамын, қайсысын айт? Сол приемдардың бәрін көрсетуге тренер страховка, сама страховкадан бастаймыз ғой, өзін құлау. Мен осы 30 жыл тренер болып істегенде бір баламның қолы шыққан емес, сынған емес. Себебі мына құлауды үйрету керек, ең негізгі мақсат. Адам боласың, сен болсаң Алла берсе, сонда мына қолды былай қарай. Қандай итеруін былай қарап тұрмыз. Басты координация. Мына мысықтарды тренер жасаған көрдің, мысықтарды итерсең, аяғын түседі. Ал анау қойды итерсең, басыма түседі. Сол кезде сол слеваға келіп, сол слеваға осы жердің аға бапкерімен, осы жерде менде жаттығу жасайсың деп, сөйтіп слеваға бірінші келгенім сол еді. Сонда слеваға мен ең бірінші неғып, сол өзінің журналына жазып, аунап өз-өзіңді қорғайтын жаттығу екенді, сондай құлап үйрену. Екінші этаждан лақтырса да, үшінші этаждан лақтырса да, аунап страховка жазсаң, еш жеріңді сындырып алмайдысың деп. Мысық сияқты, иә, сөйтіп слеваға сөйтіп айтушы еді. Ең бірінші әдісімізді тізеге секіріп отырып, өзінің үстінен лақтыруды үйретті. Енді ол, мысалы, бізде орысша айтқан бросок через спину с колена дейді. Нелер грек-рим күресінде, вольный күресінде оларды качерга деп айтады екен. Менің балам текіншіс күреседі ғой. Ал кейбір балалар бар, тіреп тұрып олады. Бұл ондай емес. Елдос Сметов сияқты. Елдос Сметовты көрдіңіз бе, қандай менікі? Шәкірті дейсіз? Шәкірті. Өз сияқты. Мені осыған тәрбиелеген осы. Қала көлемінде облыста жиі өтетін жарыстарға қатысып, әбден ысыла бастаған 11 жасар Ғалымжан тұңғыш рет облыстан ұзап Алматыға жарысқа жол тартады. 81 жылы Алматы қаласына жарысқа бардық. Сол кезде Слеваға, Ахмет аға, сол кісілер мені алып барды жарысқа. Сонда ең бірінші Алматы қаласында бірінші орын алған кезім бар. Соның әлі дипломы да бар.
81 жылы, енді айы есімде жоқ, сонда мен 29 ба 25 килода күресіппін. Сонда бірінші орын алғам. Әрине Алмас Мұсабеков, Сәлкен Жартыбаев сынды талай талантты тәрбиелеп шығарған Жамбыл самбо мектебі Кеңес одағы тұсында дүрілдеп тұрғаны белгілі. Марат Жақитовтай ұлағатты ұстаздан тәлім алған жамбылдық самбошылар талай одақтық халықаралық жарыстарда топ жарды. 1988 жылы Үстілеу ағайы 18 жасар Ғалымжанды солардың дүрмегіне қосты. Мен самбо күресімен екеуміз айланысқанбыз. 90 жылы біз Динамо спорт кешеніне біздің алғашқы бапкерім Досан Тамбиев деген ағамыз Марат ағай алып келген. Сол кезде мен залға кірген кезде залда бір кілем тек қана сонда тола спортсмендер өте сол кезде қарап отырған кезде сол ағаларымыз Сәлкен ағамыз, Ғалымжан ағамыз, Нұридин енді өте белгілі мықты палуандар. Сол кезде қарайды. Сөйтіп Ғалымжан енді өзіме бір бойы да денесі де сәл келетін де ағамыз. Содан кейін Ғалымжаннан күресті өзім қарап отырып соны үйренетін. Ол Ғалымжан қалай істейді, былай күреседі, бүйтеді деп. Содан бастап міне қанша жыл болды екеуміз ағалармен болып жүрміз. Ғалымжан ағай өзіміздің бапкеріміз болды, талай нәрселерді үйретіп, кейін осы бапкер болып қалыптасуыма үлкен еңбек сіңірді бұл кісінің. Қазіргі уақытқа дейін білгенімізді мен сұраудан жалықпаймын, ол кісі үйретуден жалықпайды. Осы уақытқа дейін қазір бәрін үйретіп, 100 жыл өмір сүргенде 100 жыл үйренесің дейді ғой. Сол кісіден үйренетін нәрсе көп. Ғалымның өзі өте техничный борец болды. Азияны самбодан 2 дүркін 57 салмақта 2 рет Азияны ұтты, 57 салмақта 2 рет әлем чемпионатында қола жүлдегер қалды. Жалпы біздің самбошылар бұрынғы Союздан кейін, Союздың кезінде негізі бірінші спорт түрі самбо болатұғын. Оны ешкім оның бәрі біледі. Бірінші мен өзімен как совместитель сборныйда главный тренерде аға жаттықтырушысы болдым. Бірақ жалпы мен кейінгілерді айтатын. Жалпы біздің самбо мектебі СССРдың кезінде өте мықты болды. Бұл ғалымда СССРдың мектебі бар. Осы орайда Сәлкен Жартыбаев Кеңес одағы тұсында самбода күрескен палуан дзюдошылардың жарысына қатыса алмаған өкінішпен еске алды. Осының кесірінен талай талантты самбошы олимпиадалық спорт түріне кіретін дзюдода бағын сынай алмаған. Ал 1996 жылы Шымкентте өткен Қазақстан чемпионатында Ғалымжан Жылгелдиев 60 келіде олимпиадаға баруға басты үміткерлердің бірі Нұрбол Сүлейменовті қалай ұтқанын жеткізді. Өмірінде кимононың бірінші үстіне киіп отыр. Қазақстан чемпионатына келді, бірінші стартамеға шықты. Нұрбол Сүлейменовті ойбай олимпиадаға барса ұтады деп біз талай қазақтар айтып жүр осыны. Бірақ мен сізге фактын айтып берейін. Нұрбол Сүлейменовті 2-ақ базар жасады. Өзіңіз соған салыстырып көріңіз, Ғалымжанның күрескендегі деңгейі қандай екен, соған салыстыруға болады. Ғалымжан самбо күресінде әлем чемпиондығынан басқасының бәрін алды. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанса, қазақ күресінен спорт шеберіне қол жеткізді. Әрине, ол кездерде де төрешілердің бұра тартуы аз болмаған. 25-26 жасында үлкен спортпен қоштасып, бапкерлікке бір жола ден қоя бастады. Өзінің туған Таразында бірнеше жыл аға бапкер болды. Ал 2006 жылы ұлттық құрамаға баша тұтырушы болған Сәлкен Жартыбаев оны Алматыға жаңа қызметке шақырды. Сол кезде мен Самат Жылқыбаевты жастар құрама командасы аға жаттықтырушы қылдым да, осы Тараздан апарып, Ғалымжанға кел десем келмей, бір түнде 10 рет звондаған шығарып, сөйтіп бұл келіп, Ғалымжан жасөспірімдер құрама командасы аға жаттықтырушы шығып қойдым. Сол кезде елдос мен білетін, бұл Астанада интернатында шығып кеткен. 5 қозын тұғын. Мен соны әкеліп 38 килограмм, салмағы оны 60-қа толмайды деп, соны Ғалымжан әкеліп 8 жыл айналысып, аяғына гирде байлап қойып, оның бәрін айта берсең ертек сияқты нәрсе. Жалпы еңбекке келетін нәрсе. Алматыдағы Қаркен Ахметов атындағы спорт интернат дзюдодан еліміздің жасөспірімдер командасының тізгінін ұстаған Ғалымжан Жылгелдиевке жаңа мүмкіндік, жаңа шабыт берді. Сондағы әріптестерімен тізе қосып, зор құлшыныспен жұмысқа кірісті. Бапкерлік кәсіптегі болашақ жарқын жеңістеріне алтын баспалдақ осында басталды. Енді ол кезде бізде осы интернатта Самат Жылқыбаев деген жаттықтырушы болып жұмыс істейтін, сол бәріміз бірге жұмысты бастадық. Сонда Самат маған осы жерге әкеліп интернатты көрсетіп неғылған. Енді ол таныстырып, себебі Самат оға дейін ұжымнерде қаншама жыл жұмыс істеген. Ғалымжан ағайды
кішкентай кезінен 5-7 класстан бастап танимын, өйткені сол кезден бастап самбо күресінен бастағанбыз. Бірақ ол кісі бізден 2 жас үлкен, сол кезде спорт шебер болып, кейін самбо күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебер болып, Совет одағының кезінде құрамасында 3-4 жыл құрамында болып, сондай үлкен жақсы күрескен өзі, сол кезден бастап танимын. Басқа да көп жаттықтырушылар болды. Біздің марқұм Батыкин деген Петрович деген бір жаттықтырушы болған, өте жақсы кісі, көп кісілерді дайындаған, осы жерде Асқат Жыткеевті дайындаған екен сол кісілер. Одан бөлек Асилдеріш Атаев деген кісіміз болды. Енді ол үлкен кісілер, олар біздің КСР-ның еңбек сіңірген жаттықтырушылар. Одан бөлек мінекей қаншама жаттықтырушылар, міне өзіміздің Нұрлан Смағұлов, өзі спорт шебері, самбо қазақша күресінен өте жақсы күрескен, кезінде бірге күрескенбіз, бірге бір кілемде аунағанбыз. Ол кезде жастардан істеді, мені ол кезде жастардан қойды. Сонда бірге жұмыс істегенбіз. Азияға барып талай бірге жүріп, сонда жастарда жасөспірімдердің арасында жақсы істеп жүрді. Арасында командалық Азия біріншілігінде командасы бірінші орын алып жүрді. Сонда жақсы дәрежелер көрсетіп жүрді. Өте еңбекқор жігіт. Өз тарихында аталған білім ордасы талай таланттың томағасын сыпырып, спорт әлемінде биік шыңдарды бағындыруға мүмкіндік берді. Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Асқат Жеткеев, ауыр атлетикадан қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы Жасұлан Қыдырбаев та осы қара шаңырақтан түлеп ұшқан. Жасұлан Елдос Сметов және Азиз Қалқаманұлымен бір сыныпта оқыған. Елдоспен 2006 жылы бірінші рет кездестік. Интернатта? Жоқ, жарыс кезінде юношаға кадеттердің арасынан жарыста сол кезде бірінші рет кездестім Елдоспен. Интернатқа бармайсың? Жоқ, ол кезде Елдос Астанада етін. Одан кейін Турцияға бірге жарысқа бардық кадеттердің арасынан 2007 жылы. Содан бастап бірге ол дос болып, сон бірге жатып, ол Астанада етін бірінші, сосын Алматыға бізге ауысып келді. Өзі жатақханада бір орында тұрмайтын болады ол. Бір уақытта жаңағы кино залдан көрсең, бір кезде бөлмесінде, бір кезде астында жүріп, өйтіп ұшып қолым жүретін бала еді. Сондай қызық. Энергия дейсің ғой сонда? Иә, энергиясы мықты болатын. Қызық, енді интернатта оқыған балалар, біз әлі мысалы қарым-қатынасымыз тығыз, араласып тұрамыз, бір-бірімізге хабарласып тұрамыз. Осы орайда Жасұлан Елдостың жеке бапкері Ғалымжан Жылгелдиевтің әр кез шәкірттерінен қатаң тәртіпті талап ететін ұстаз екенін тілге тиек етті. Ғалымжан аға дегенде бәрі жаңа шаштары тік тұратындай ниет, бәрі қорқып, сосын дзюдо бөлімде өзі бұлар поклон істейді ғой, амандасқан кезде алдын ала поклон істеп ағайларына. Сонда есімде Ғалымжан аға болған кезде дзюдо бөлімінің оқушылары көшеге шығып жүрген кезде, осы өзіміздің аулада жүрген кезде мұғалімдер, жаңа үлкен кісілер болса, поклон істеп барып амандасатын еді. Сондай тәрбие мықты болатын. Енді Ғалымжан ағаң өзінде ашық кісі ғой. Былай қарасаңыз қатал деп айта алмайсыз. Бізде мысалы ағай деп бір шаңырақтың астында болғаннан кейін, ол кісі де бізге талай тәрбие үйретті. Ағайымыз кейбір кезде бір көңілі жоқ, бір настроениесі болмай келген кездерде болады. Ол кезде уже ешкім ешқандай әңгіме айтпайды. Залда бір жүгіріп баратып, разминка істеп атып, отработка істеп атып, әңгіме айтып, ананы айтып, мынаны айтып, тұру деген жоқ болады ол кезде. Көңіл күй кішкене бар болып, ойнап, күліп, өйстіп келетін болса, онда да кішкене біз бос жасаймыз тренировканы. Ағайдың настроениесі жақсы екен, давай тренировка өте қызық, өйткені қызық өткізеді тренировканы. Сондай кездер болады. Қаталдығы жағынан енді жұмыс барысында өте қатал болды. Бір нәрсені айтқаннан кейін, сол нәрсені міндетті түрде бұлжытпай істеу керексің. Қуанышта көп достар көп. Бір жағдай болып қалса, кім кінәлі? Бапкер дейді. Ол дұрыс емес. Содан мен Ғалымжанға, Нұрлан, біздің жігіттер, бапкерлер жол алда. Дзюдо біздің балалар Елдосқа қарап, басқа балалар
бізге соны бірге қарап басқа балалар ойлайды ма, Елдос сияқты болғым келеді деп. Ол жақсы. Елдосқа қарап біздің жігіттер өсет, біздің спорт көтеріледі. Соған мына келе жатқан жаңа жылда бәріне тілейтін. Бәріміз аман болайық, елде тыныш, спортта жеңіс болсын. Бір жылы келіппіз ғой бәріміз Талғат ағамен. Сол кезде енді ол кісі өте бір ерекше кісі, спортшыларға да, жаттықтырушыларға да, мұғалімдерге де көз қарасы өте жақсы. Енді өзімнің өтпен табысып жұмыс істейтінбіз өзі. Ешқандай несі жоқ кісі, әрқашанда қолдайтын. Әрине білекті ұстаз бен дарынды шәкірт бір-бірін сирек табады. Әйтпесе бізде әлем олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлері қазіргіден де көп болатын еді. Өйткені онсыз да аз кездесетін тума талантқа, оның көңіл күйіне, жан дүниесіне қажетті қолдау, жылу жетіспей жатады. Көп адамдар дұрыс түсінбей ма, білмеймін ол жағын қалай екен. Көп жаттықтырушыларды да көріп жатырмын. Бірақ тура сондай іштегі жаңағы күш-жігерді оятатын спортқа деген талпынысың әлі алда, міне сенің жеңісің алда, міне осындай дөп басады сондай нәрселерді. Сен жеңісің әлі алда, ұтылып қалған сәттерде де болады. Ұтылып қалған сәтінде қандай жерде ұтылдың, не үшін ұтылғанын бәрін айтып береді. Ол бір жағынан психолог мамандығы, психолог жағынан да мықты, бапкер жағынан да өте мықты адам. Адамды бір қисынсыз жағдайға қалдырмайды. Ал оны қаршадайынан еңбекке баулайтын білікті бапкерлердің де қашанда саусақпен санарлық болатыны шындық. Бұлай тартсаң арбасын адының кері. Бұл тұрғыда кезінде бір бапкерде тәлім алған Ғалымжан ұстаз бен Елдос шәкіртті сәтті жағдай қайта қосты. Мен ең бірінші дзюдоға келген кезде 5 жаста болдым. 5 жаста дзюдоға келдім. Ол кезде менің бапкерім Ахмет Жұмағұл деген кісі болды. Ахмет Жұмағұл деген кісі әлі күнге дейін, қазіргі таңға дейін жаңағы кішкентай балаларды тәрбиелеп өсіруде. Ол Ғалымжан ағайымыздың да бапкері болған. Енді мен кенже баласымын ол кісінің. Ғалымжан ағай тұңғышы болса, мен кенжесімін, сол тұңғыш баласының қолына берген. 9-шы сыныптан бастап мен Ғалым ағайдың қолында болдым. Алматы интернатында. Мысалы, Елдос бұнда келгенде, Елдос 38 кило болып келген. Елдостанда кішкентай салмақты балдар да болған. Сонда Елдос 38, сосын 100 килолық спортшылар бар. Мысалы, бірақ тамақ бірдей береді. Мысалы, ана 38 кило қанша жесе, мысалы, үлкенге де сонша бермейді ғой. Бұл жерде нелер асхананың апайлары салмақ үлкендерге тағы қосымша тамақ беретін. Расында салмақ жетіспеушілігі Елдостың болашақта үлкен жеңістерге жетем деген үмітін ылғи күдіктің қара бұлтымен тұмшалай берді. Шынымды айтатын болсам, осындай жетістік бір дзюдо күресінен бір әлем чемпионы боламын, олимпиада чемпионы боламын деген бір қол жетпейтін нәрсе сияқты болып көрінеді. Ол кезде? Ол кезде, иә. Мен ол кезде баламын, 9-шы сыныпта оқимын. Өзім салмағымда жетпейді дзюдоға. Барған жарысымда ұтылып қала беретін. Мен жастар арасында да, жасөспірімдер арасында да Қазақстан біріншілігін ұтпағанмын ешқашанда. Бірақ Ғалымжан бапкер шәкіртінің жігерін жанып, жанарындағы ұшқынды үрлей білді. Екеуі егіз ағзадай бірлесіп талмай тер төкті. Салмақ қосудың әр келісі емес, әр грамм үшін күресті. Сол мақсатта Ғалымжан бапкерге нағыз кәсіби аспаз болуға да тура келді. Ғалымжанның бір жақсылық қасиеті бар. Жылы 12 ай спортшы, жылы 12 ай дайындықта жүрсе, ол жылы 12 ай артында жүреді. Ол бала шағасын тастайды да, артында жаңағы мысалы жиынды шәкіртінің артында жүреді. Мысалы Елдостың артында жүреді, өйткені жылы 12 айында жиындар болады. Ай сайын бір жиын болса, ай сайын жиын артында жүреді. Ішкен тамағына дейін не беріп, мынандай ішесің, мынандай ішпейсің, мынандай тамақ саған бүгінгі күнге осындай бәрі расписано былайша айтқан кезде, бәрі ол жазулы, бәрі осылай беріледі. Мысалы, өзі кейбір кезде ғана кастрөлін алып алады да, жаңағы шетелге барса, қазысын алып алады, сорпасын алып алады, өзі дайындап береді, столовый жаңағыдай асханадан ішпейді, жаңағы Ғалымжан істеп береді оның бәрін.
Ас адамның арқауы демекші ұлттық құрамада Ғалымжан Аспаздың шағын жылжымалы асханасынан дәм татпаған жан жоқ шығар сірә. Қанша жерді аралап келе жатырмыз ғой, осы спорттың арқасында. Бірақ тура осындай бір қазақтың өзімізге бір жақын, өзімізге дәмді, аузымызда қалған, дәмі қалған тамақты таппадық ешқандай жерден. Бірақ біз Қазақстанымыздың тамағын ешқашанда жоқтатқан жоқпыз. Өйткені біздің жанымызда бапкеріміз болды. Сол бапкер жоқтатқан жоқ бізге. Ешқашанда жоқтатқан емес. Мен барса жаттықтырушыларға айтып жүрмін. Сол Ғалымжан ағай сияқты болсаңыздар деп. Бізге жаңа шетелге жарыстарға барған кезде ол кісінің сумкасында киім болмайды. Ол жерде бізге пісіретін тамағы болады ол кісінің. Жаңағы мультиварка деп айтады ғой. Сонымен қазы қартасын, картошкасын бәрін тасып жүреді. Жаңа Ғалымжан өзімен бірінде сол өзінің бір комбайны бар, кухонный комбайн. Соған өйдегі етін алады. Сенен кейін өзінің пиязымыз, өз тамағымызды алып, сол жерде тамақ пісіріп, жаңағы Елдосқа болсын, басқа жігіттерге болсын, арасында сол жаңа пісіріп, баптап, қазы алып, сол жаңа өз тамағын беріп, сөйтіп баланы баптап сөйтіп күресетін. Бала деген жақсы күресетін. Ғалымжан Жылкелдиевтің екінші бір талантты шәкірті, жастар арасында әлем чемпионатының күміс жүлдегері, екі дүркін Қазақстан чемпионы, көптеген халықаралық турнирлердің жеңімпазы және жүлдегері 81 келідегі Азиз Қалқаманұлы. Ол да Ғалымжанның назарынан ешқашан тыс қалған емес. Оның үстіне Елдос пен Азиз жаттығуларда болсын, жарыстарда болсын, үнемі бірге жүретін. Бірақ жасөспірім жастар құрамасында сұңғақ денелі Азизден көрі, өс алмай қиналып жүрген Елдосқа көп көмек керек болды. Ауылда бастадық қой сол бәріміз. Еңбек ауылынан бастадық, Қордай ауданынан бастадық сояқтан. Сөйтіп 2006 жылы спорт интернатқа келдім. Ғалым ағайдың қолына келдім. Содан бастап соның қолында тренировка істеп жатырмық. Қазір істеп жүрген сол скаленді үйретті ғой Ғалым ағай. Содан бастап сол скаленді істеп бастадық сон. Коронка болып қалды сол. Ғалымжан ұстаз Азизге де үлкен үміт артып отыр. Оның физикалық, техникалық деңгейі жоғары екеніне еш күмән келтірмейді. Үлкен додаларда бар қабілетін көрсетуге әзірге жарақаттарда кесірін тигізіпті. Бірақ Азиз болашаққа сеніммен қарап отыр. Олимпиадаға ілінбей қалдым. Ең сол керек маңызды болған сол Олимпиада болды ғой. Соған ілінбей қалдық, рейтинг жетпей қалды. Сол сәтте Ғалымжан ағай не айтты? Қандай кеңес берді? Енді кеңес болғанда ол кезде уже сынба деді, уже келесі Олимпиада бар, әлі жассың. 2020-ға Құдай қаласа жасың да нормально болып қалады ол кезде. 2010 жыл Елдос Сметов үшін өте сәтті болды. Мароккода өткен жастар арасындағы дүниежүзілік біріншілікте аға бапкер Ермек Иманбековтың шәкірттері басқасын айтпағанда 4 алтын алып, айды аспанға бірақ шығарды. Осы үлкен табысқа жол ашқан 55 келіге толық жетпейтін тараздық ұлан Елдос Сметов болды. Бірінші рет Елдосты да көргенде 2009 жылы 55 килограммда күрескен, бірақ та салмағы 52 килограмм ба солай. Жетпейді, сонда 3-ші орын алған Қазақстан біріншілігінде. Сол кезде мен көзіме түскен ол бала. Елдос бүкіл елді қуантып, жастар арасында Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпион атанды. Еңбек етіп 2013 жылы әлем біріншілігін ұттым. Азия біріншілігін ұттым жастар арасынан. Соны ұтып келдім да, ағай сіз, мен сізден асып кеттім ғой деймін да. Мен сізден асып кеттім ағай. Қалай асып кеттім дейді. Енді сіз чемпион мира емессіз ғой деймін да. Әлем чемпион емессіз ғой сіз. Мен әлем чемпионы болдым. Жастар арасында. Сен жастар арасында әлем чемпионы болдың. Мен ересектер арасында 2 рет ол кезде 3-ші орын алғам. Союзды ұтқам, Азия біріншіліктерін ұтқам. Сен Азияны жастар арасынан ұттың да, жарайды ол бір Азияны жібере салайын соған. Сонан бір медалімді бере салайын әлем біріншілігін. Сонымен жабайық. Жабайық. Бұл Келесі жылғы әлемдік додада біздің жастар құрамасы тағы 4 алтынға қол жеткізді. Бұл жолы Елдос қола жүлдеге болса, Азиз Қалқаманұлы күміс медаль олжалады. Ал 2012 жылы Ғалымжан Жылкелдиевтің қос шәкірті еліміздің ұлттық құрамасын алып, аға буынның үлкен тәжірибе мектебінен өтуге мүмкіндік алды. Ринат Ибрагимов деген
мысалы Максим Раков, әлем чемпионы, Хатиф Арсен, Саламат Отарбаев деген сияқты, Базарбек Донбай, Еркебұлан Қосаев деп көп спортсмендер айта беретін болсақ, сол үлкен ағаларымыздың құрамасына кіріп, сол кісілердің артында жүріп, бәлкім солардан да біраз тәрбие алып дегендей болады ғой. Айтады ғой, ағасы бардың жағасы бар деп, әр қазақтың баласы мен үшін бауыр, мен үшін аға. Сондықтан да үлкенді сыйлап, кішіні құрметтей білетін нәрселерді тәрбиелеп өсірді. Елдос тағы да сол салмақ жетіспеушілігінен ұлттық құрамада бір жылдай нәтиже көрсете алмады. Бәсекелестері алымды да қарымды болды. Әйтсе де, ересектер арасында жинаған бір жылдық тәжірибе 2013 жылы өз жемісін берді. Бангкоктегі Азия біріншілігінде ол қола жүлдеге қол жеткізді. Артынша Самсунда өткен Гран-при жарысы мен Тбилисидегі Еуропа кубогы кезеңінің күмісін алды. Ол аз десеңіз, Варшавада жалауы көтерілген Еуропаның ашық кубогында алтыннан алқа тақты. Әрине, Риодағы әлем чемпионатында жолы болмады. Есесіне, ересектер додасының дәмін татып, тәжірибе жинап қайтты. Нәтиже көрсеттім, шыққан жарысымда тек қана орын ала бастадым. Гран-при турнирлары болсын, Кубок Европа болсын, Азия біріншілігінде 3-ші орынға ілініп уже сондай бір нәтиже көрсетіле бастады, нәтиже шыға бастады. Бұл жайдан ғана емес, мен еңбек етіп отқан бар екен, шығады екен деген сияқты. Сөйтіп ағайымызбен қуанышты сәттер кештік. Өткен жылғы табыстан шабыт алған Ғалымжан бапкер мен Елдос Шәкірт жаттығуларды барынша күшейте түсті. Салмақ мәселесі де шешілгендей болды. Ұлттық құраманың бас бапкер Ермек Иманбеков те барынша қолдау көрсетті. Нәтижесінде Кореяның Инчхон қаласында алауы жағылған Азия ойындарында Елдос жасындай жарқылдады. Финалда Моңғолдың атақты балуаны Болбатар Ганбатты таза жеңіп, дзюдо күресінен Қазақтан шыққан Азия ойындарының тұңғыш чемпионы атанды. Соң барып Азия ойындары болды. Азия ойындарын ұттым, ағай, мен сізден оздым осы жолы. 2 алтын олимпиада, жаңағы әлем біріншілігінде, Азия ойындарында, Қазақстанда жоқ нәрсе, менде бар, ағай, мен сізден оздым деймін. Жоқ деді. Жоқ, сен озған жоқсың әлі. Қайда сен маған жету үшін? Әлі менде тағы бір әлем біріншілігі бар, Азия біріншіліктері бар. Бұдан кейін 60 келідегі әлемнің үздік балуандары Елдостың деңгейін мойындай бастады. Тараздың тарланы түрлі ірі халықаралық турнирлерден жүлдесіз қайтпайтын болды. Кувейтте өткен Азия чемпионатында топ жарды. Шәкіртінің жұлдыз шағы туғанын түсінген Ғалымжан ұстаз 2015 жылғы Алматыда өтетін әлем чемпионатының жоспарын сыза бастады. Кеңес Рақышев бастаған Республикалық дзюдо федерациясы ұлттық құрамаға дайындыққа қажетті барлық жағдайды жасады. Нәтижесінде әлем чемпионатының алғашқы күні 60 келідегі қос саңлағымыз Елдос Сметов пен Рүстем Ыбыраев әлемдік рейтингте өздерінен жоғары тұрған небір мықтыларды жолдан ысырып финалға шықты. Ақтық айқаста шынын айтсақ, жергілікті жанкүйер кімге жақтасарын білмей дал болды. Тең дәрежеде өрбіген кездесуде ескерту арқылы Елдос жеңіске жетті. Кейін сөйтіп жүріп, әлем біріншілігін ересектер арасында ұттым. Азия біріншілігін ұттым. Сөйтіп ағай, енді мойындайды шығарсыз ағай дедім, енді мойындайды шығарсыз, оздың ба деп. Жоқ, бір медаль бар менде әлем біріншілігі. Мен 3 рет 3-ші орын алғам. Мен бір медалім бар әлі. Ол медальді озу үшін сен олимпиадан ұту керексің деп. Сондай бір спортқа деген бір алдыға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін адам ішіндегі күш-жігерді оятып, қайрап жүреді. Біздің федерацияның өзінің жұмысына көңілім тоқ, себебі спортқа деген көңілдері. Мен келем, бізде Бекет Махмудов деген кісі бар еді ағамыз. Ол кісі федерацияның президенті болған. Сол кісінің еңбегі өте зор екен мен көрдім. Қазіргі мінекей біздің президентіміз Кеңес Ракышев, ол кісінің арғыры Бекет ағаның жұмысын арғырып, көтеріп, қазірде сондай бір қаражат жағынан бір қиындық көріп жатқан жоқ бізде спортшылар. Ұстаз бен шәкірт 2016 жылғы Рио олимпиадасы алдындағы алғашқы қатаң сынақты
Дюссельдорф гран-приінде тапсырды. Әлемнің кілең мықтылары бас қосқан дүбірлі татами бәсекесінде қомақты лицензиялық ұпайлар сарапқа салынды. Тағдырын шеберін қараңызшы, дәл сол турнирдің ширек финалында Елдос Рио финалындағы болашақ қарсыласы ресейлік Беслан Мудрановпен кездесті. Осы айқас барысында Беслан жерлесіміздің алқымына жарақат салды. Бәлкім кездейсоқ шығар, кім білсін. Gleichzeitig zwei Weltmeister, Martin Zweig und Hardy. Martin Zweig in Weißrussland, Südkorea am Bau. Нәтижесінде төрешілер аяқтан ұстап ереже бұзған Мудрановты жарыстан шеттетіп, жеңіс Сметовке берілді. Финалда Елдос әлемдік рейтингтің көшбасшысы атақты корей палуаны Ким Бон Джунмен кездесті. Дәл осы айқаста Мудранов салған жарақат тараздық татами шеберіне едәуір кедергі келтірді. Әйтсе де Вазари ұпаймен Елдос алғаш болып алға шықты. Артынша корейлік қарымта қайырды. Бірақ кездесу соңына қарай екі олжалап жерлесімізді жеңіп кетті. Бұл турнир Елдостың Рио алдындағы дайындығы жаман еместігін көрсетті. Көп ұзатпай Ташкентте өткен Азия чемпионатының финалында Сметов өзбек палуаны Yorбек Орзубаевпен кездесті. Мен ескерту беріп жатты, себепсізден ескертулер беріп жатты. 3 ескерту ұтылып жаттым. Бірақ өзім іште сеніп тұрдым да, соңғы уақытта болсын, бір 5 секунд болсын, мен оны лақтырып кететініне сенімді болып тұрдым. Сәтін түсірем деп. Бір сәтіге қалып жерге бір күрестен қашқан сияқты болып, бір әдіске кіріп кетті, солдан кіріп кеткеннен кейін жаңағыдай бір қолға қалып қойды, аударып бір ұстау әдісін жасап жатқам. Сол кезде қолымен итеріліп жатқан кезде қолы қалып қойды да, сол қолына болевой тартып жібердім. Өзбек төріндегі осы жарқын жеңісінен кейін Ғалымжан Жылгелдиевтің жұлдызды шәкірті Олимпиадаға жолдама алып, көптен күткен Риоға әлемдік рейтингте атақты корейлік Ким Бон Джун мен әйгілі Ноахиша Такадыдан кейінгі 3-ші спортшы болып аттанды. Бәрі отандық келген жігіттер ғой, бәрі ұпай санын алған, 22 мықты спортшылардың арасына кірген. Бұл айтқанда 60 килограммда мыңдаған адам күресіп жатса, бір салмақта. Соның 22-сі мықтысы келіп отыр ғой. Ойлаңыз, әр нәрсе қалай болады екенін білмей отырасың. Алтын жүлденің асқақ арманның тағдыры шешілетін ақтық айқаста тараздық Тарлан ресейлік Беслан Мудрановпен кездесті. Біздің Елдос жеңеді деп ойладым. Бір ұтылу деген ойда болған жоқ. Шыны керек. Сенімді болдым, ол да сенімді болды. Жаңа қанша сенімді болсаң да, бағжан адыма дейді ғой. Сол көрдің, 5 минутта ол жақсы күресті Елдос, көрдіңіз ғой. Ал кезде соңғы 3 атака Елдостың артынан болды, сол кезде шыда да беруге болатын еді. Өзім схваткамды қайттан қарадым. Қараған кезде бірінші минуттан бастап 5 минуттың аяғына дейін жаңағы шабуылда болғанымды көрдім. Тек қана көбінесе мен шабуылда болдым. Сол белсенділігімді өзім көрдім да. Бірақ ол жерде менде қателігім, өзіме қатты сеніп кеттім. Мен оны қалай да болсын ұтам деп ойладым. Қалай да болсын. Ол мен ұта алмайды ешқашанда. Вообще ұта алмайды осы дәл осы сәтте, осы күйімде ол мен ешқашан ұта алмайды деп ойладым. Сол сенімділік құртты ма деп ойлаймын бір жағынан. Енді бірақ Елдостың күмісі бізге алтынмен тең. Өзім үшін де, мен де ойлаймын, біздің еліміз үшін де, себебі үлкен абырой болды. Мынау интернатымыздың атын шығарды Кәркен Ахметов. Себебі мен ойлаймын, осы интернаттың, осы жердің сорпасы, осы жердің қара наны, осы интернатта, мынау жатақханада балдармен бөлісіп жеген нанның арқасында, сол тердің арқасы, осы татамидің терін төгіп, енді оның терін есептесек, енді литрлеп енді білмеймін, тонна литр кетті ғой соншама жылдан бері. Соның еңбегі ақталды деп ойлаймын. Сосын осы біздің интернаттың бүкіл ұжымына рахмет. Расында Елдос Ғалымжан бапкердің шәкірті ғана емес, тұңғыш баласы десек те артық кетпеспіз. Бұрыннан танимыз, бұрыннан бір залда күрескеміз, қатысқамыз бұрын. Қазір енді өкіл шеше болдық қой, өкіл әке өкіл шеше Елдосқа. Өйткені
Осыншама жетістікке жету үшін Ғалымжан Жамбылбекұлы өзінің жеке өмірін, жалындаған жастығын сарп етті. Өзі кішкентай болғанмен бойында адамға деген біткен энергия өте көп. Азанғысын мен таңертеңгісін азанғысын 6-7-де тұрып алады. Каналға мультфильм каналды қойып алады. Бірінші кездер күліп жатады. Күн сайын мультфильмді таң атпай тұрып алады да, ерте ода туа біткен энергия көп. Содан кейін жұмысқа деген ынталық, ол азаннан кешке дейін залдан шықпай ынталанып жұмыс істейтін. Бір ай жарыста сборда жүреді, 3 күн үйде жүреді. Кішкене сабырлық, шыдам керек та ол үшін. Күтесің, уайымдайсың, жарысқа шыққан сайын переживать етесің, баласына, өзіне. Бір жағынан жақсы, жеңіспен келсе қуанасың, кішкене мақтанасың, осындай күйеу бар болғанына, осындай, оның шәкірті болғанына, осындай олимпиаданың призері, жүлдегері. Соның арқасында міне жемісін енді неше жылдан кейін соның жемісін жеп жатыр. Міне ол балалармен жүрді, балалардың кеш үйленгенінде сол. Қылмыңдаған бойжеткендерге қарауға уақыт таппай, 40-тың 40-асына шыққанша сүр бойдақ болып жүрді. Не істемедік еді, алдапты сұлдапты ме Ғалеке, енді үйленсейші, мама уже картип баратыр, мамаға көмек керек, аха дейді да. Кет қалатын, основном оныкі не еді ғой енді, спорт. Жарыс десе, чемпион еді ғой, енді фанатик дейді ғой, жарысқа енді фанатик еді. Бір жылдары неге барды Африкаға. Содан кейін әкесі бір күн отыр үйленбегеннен кейін. Мейлі африканец болса да алып кеш, кімді алып келсең алып кел айналайын. Біреуді алып келсе енді болды ғой. Жасы 41-ге келіп үйленді ғой. Ештен гөрі кеш жақсы дейді ғой атам қазақ. Құдайға шүкір, бүгіндері Ғалымжан әке бір ұл бір қыз тәрбиелеп отыр. Енді Алланың бұйрығы мінекей өзіне жар тапты. Қазір 2 баласы бар, бір ұл бір қызы бар, Құдайға шүкір. Сол немерелерімізді бағып, ойнап күліп отырмыз. Аллаға шүкір. Бұдан да бұлай сондай бола берсін. Есіл еңбегінің арқасында үлкен үй тұрғызып, әке шешесінің қолын алған. Берекелі де мерекелі шаңырақтан қонақ үзілмейді. Көкем көптеген жетістіктерге жетті. Енді оның шәкірті Елдос Сметов, ол да сол сияқты көп балдар сондай олимпиада чемпионына барып, чемпион болып, осындай көп жетістіктерге жете берсін. Енді келесі жолы тағы да олимпиадаға барып, бірінші орын алып, осындай жетістікке жете берсін енді. Енді көкемізге денсаулық тілейміз, көптеген бақыт тілейміз, жарыстар көп бола берсін, оқушылары көптеген жетістіктерге жете берсін, ауырмасын, еліміз, жеріміз тыныш болсын, жаңа жыл құтты болсын. Қандай арман бар, балаларым әйтеуір әрқайсысы өзінің орнында. Үлкен балам Алматыда өз семьясы бар. Екінші қызым интервалдыңдар ғой. Олар да өз семьясы бар, микрорайонда тұрады. Үшіншісі осы ғалым. Қазір мен ғалымның қолында. Одан тағы бір балам бар, Самғат деген. Ол Сүлейманда, ол да өзінің үйі бар, жайлары бар, 3-4 баласы бар. Соларды дәнекер әйтеуір ортада. Түңдер, бүлсіңдер деймін. Еңбектері жана берсін, біріншіден. Екіншіден жаңағына біздің осы еңбек жасатып жатқан ел басымызға рахмет айтамыз. Сол кісінің еңбегінің арқасында балалардың барлығы осындай дәрежеге жетіп жатыр. Құдайға шүкір оған. Қолдап жатыр. Балаларым аман болсын, дендері сау болсын, елімізге тыныштық берсін. Жұртқа тыныштық берсін. Келешекте мына ғалымның жолын баласы болсын, баласы тура өз сияқты, сондай шустрый баласы да, тура ғалым кішкентай кезіндегісі. Баяда ғалым екеуміз суретке түскен кезде ғалым менің қолымнан ұстап жүретін постоянно. Сол сияқты баласы тура өзінен айнымайды. Ғалымжан ата-анаға қайырлы перзент, зайыбына адал жар, ұл қызына ардақты әке, туыстарына қамқор бауыр, шәкірттеріне арқа сүйер ұстаз, әріптестеріне қадірлі маман, достаран жора жолдастарына сенімді тірек, ел жұртына сыйлы азамат. Енді Ғалымжанға айтарым, осымен босамасын. Бұл алда жетістіктер көп. Қазір қарап отырмын, тағы да жас балалар өсіріп жатыр.
Елдосымыз да әлі кәрі емес, шал емес дегенде әлі де енді келе жатыр ғой? Енді келе жатыр. Ол да бала әлі өзінің мақсаты олимпиаданың жеңімпазы боламын деп отыр ғой. Сол ғана медаль алтыны жоқ қой, қалғандар бәрі бар ғой, былай айтқанда. Сол бала бірге жұмыс істеп, сол баланы шығарайық. Басқа да балалар шығарайық. Өзінің оқушылары шықсын тағы да. Жұлдызы жансын. Мен ойлаймын, енді ол Елдосқа енді олимпийский чемпион болуы керек деп ойлаймын. Енді оның қолында бағы жана деген, осындай ағайларын тыңдаса, босамаса, жақсы көбірек еңбек жасаса. Ғалымжанға енді осы бақтан таймасын. Тағы осындай Сметов сияқты тағы бір 3 бала тәрбиелесін деймін. Жастар осы көрсін, еңбек істесін. Бір-бірімізбен сырласамыз, бір-бірімізбен көп әңгімелесеміз. Дегенмен ұқсастығымыз сол еңбекқорлығымыздың ұқсастығы бар деп ойлаймын. Өйткені Ғалымжан ағай алдына бір мақсат қойса, сол мақсатқа қолын жеткізбегенше тыным таппай еңбек етеді. Тура сол нәрсе, тура сол қасиет бізге де енген сияқты да. Міне Елдостай ұлт мақтанышын, алаш айбынысын тәрбиелеп шығарған Ғалымжан Жылгелдиев осындай жаны жайсаң жігіт. Жарық жалғанда бұдан асқан бақыт бар ма? Өзін жетпеген жеңістерге міне шәкірттеріміз жетіп жатыр. Енді алдымыздағы 2020 жыл келе жатыр. Осы 4 жылды тағы да бір циклды жұмыс істеп, Елдосты олимпиаданың чемпионы болып, Азизді олимпиада чемпионы, Шаймерденов, Бегадылды чемпион болып, тағы да Ғалымжан деген бір спортшылар, одан бөлек Абдрахман деген спортшыларым бар, одан кейін Алихан деген спортшылар, осы балдарды бір үлкен жеңіске жеткізіп, бір солардың қуанышына бір ортақ болып, сондай жеңіске жетсем ба деген армандамын. Абай атамыз әкесіне келіп айтқан екен, мен сізден озып кеттім деген, мен сізден ұлы ақын болдым, ұлы жаңағы, сізден ұлы болдым, мен оздым сізден десе. Жоқ деп айтады дейді, сен менен озған жоқсың дейді. Сен менен озу үшін тағы да бір абай тудыру керексің деп айтады дейді. Тура осындай шәкірт дайындау керексің. Сол сияқты ертең мен ағайымнан озатын болсам, мен тура осындай жетістікке жете алатын, осындай жетістіктерде асырып, бағындырып өтетін, осындай бір қазағымыздың бір көк туын желбіретіп, абыройын асқақтататын, қазақтың алаштың баласы болатындай, қазақтың қуанышына ортақ болатындай бір бала тәрбиелеп, сол баланы сондай әлемдік деңгейге жеткізіп, одан асырып жіберетін болсам, мен онда ағайымнан асып кеттім деп айта аламын да. Бірақ енді ол кісінің орны бір бөлек нәрсе.